Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өзімді таныстырып өтейін. Мен атым Гүлім. Және мен өзім дәрігер педиатр болып табыламын. Сондықтан осы тақырыпты туралы сұрайды. Менде көбінесе мамалары қашан отырғызуға болады деп. Негізі балаңыз кейбіреулер 4 айдан бастап жастыққа отырғызып қояды, ол дұрыс емес. Олай жасамаңыздар, өйткені баланың омыртқасы әлі дамымаған, сүйектері дамымаған. Сондықтан баланың алдын ала отырғызудың қажеті жоқ. Қашан отырғызу керек? Бала өзі отырады. Не отырдым деп. Ол 5 айда болуы мүмкін, ол 6 айда болуы мүмкін, ол 8 айда болуы мүмкін. Бала қашан өзінің омыртқасын алып отырады, ешқандай сүйкенбей, сол кезде отырғызыңыздар. Баланы 4 айдан бастап, немесе 5 айдан бастап, полулежа дейді, жартылай былай баланың омыртқасы болса, жаңағы колясканың немесе жастықты алып қойып, баланы қарап жататындай қылып, солай жатқызуға болады. Бірақ тікелей отырғызып қоюға болмайды.